Есімдік. Зат есім, сын есім, сан есімнің орнына жүретін сөз табын есімдік деп атаймыз. Есімдік есім сөздердің атауын, санын, сындық қасиетін білдірмейді, тек меңзеп көрсетеді де орнына қолданады. Оны орынбасар сөз деп те айтады. Мысалы, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін сөйлемінде кім жазбайды? Мен жазбаймын зат есім орнына қолданылған. Бұл ұрыста біз жеңеміз сөйлемінде қай ұрыста? Бұл ұрыста сын есім орнына жұмсалған. Хакім біраз ойланып отырды деген сөйлемде қанша ойланып отырды? Біраз сан есім орнына қолданылған. Құрамына қарай есімдіктерді дара және күрделі деп бөлеміз. Дара есімдік бір сөзден жасалады. Сен, сол, ол, не, барлық. Күрделі есімдік екі түбірдің бірігуінен жасалады. Мысалы, әркім, ешбір, бірнеше, кейбіреу, кімде-кім, тағы да басқа. Есімдіктің мағыналық түрлері: жіктеу есімдігі, сілтеу есімдігі, сұрау есімдігі, өздік есімдігі, жалпылау есімдігі, болымсыздық есімдігі және белгісіздік есімдігі. 7 мағыналық түрі бар. Бірінші түрі жіктеу есімдігі. Белгілі бір жақ түрінде қолданылатын есімдікті жіктеу есімдігі дейміз. Мысалы, мен, сен, сіз, ол, біз, сендер, сіздер, олар. Сілтеу есімдігі заттарды меңзеп, нұсқап көрсету үшін қолданылады. Мысалы, ол, сол, бұл, мына, мынау, анау, аналар, міне, осы, осылар. Сұрау есімдігі жауап алу мен сұрау мақсатында қолданылатын есімдік сұрау есімдігі деп аталады. Мысалы, кім, не, неше, қай, қайда, қалай, қашан, неге. Өздік есімдігі өздік есімдігін бір ғана өз сөзі құрайды. Мысалы, өз отаным, өзіміз жаздық, өздерің көрдіңдер. Жалпылау есімдігі зат пен құбылысты жалпылай атайтын есімдік түрі жалпылау есімдігі деп аталады. Мысалы, бүкіл, бүтін, күллі, барша, тегіс, барлық, бар, бәрі. Болымсыздық есімдігі болымсыздық мағынаны білдіретін есімдіктің түрі. Мысалы, ешқайсы, ешкім, ештеңе, дәнеме, дәнеңе. Белгісіздік есімдігі белгісіздік мағынаны білдіретін есімдіктің түрі. Мысалы, кейбіреу, бірдеме, қайсы біреу, әркім, әлдене, әлденеше, біраз, әрқалай, әлде қашан, қайсы бір, кейбір, әрне, әлде қайда.